Каналыма қош келдіңіз. Үй жағдайында дәл пиццериядағыдай пицца жасаймыз. Арнайы пешіміз болмаса да максималды түрде ұқсатуға тырысамыз. Бұл рецепті мен шеф-повардан үйрендім және сіздермен қуана бөлісемін. Бұл видеода қамырды ерекше дәмді ететін техниканың сырымен бөлісемін, және де үй жағдайында пиццаға арналған топпингті бірге жасаймыз. Ең алдымен ұнды електен өткіземіз. Таразымен міндетті түрде өлшеп аламыз, мұнда менде 385 грамм. Егер таразы болмаған жағдайда 3 стакан ұн және 1 стакан су қолданамыз. Енді қамырымызды илеп бастаймыз. Үлкендеу ыдысымызға бірінші ұнымызды қосамыз. Келесі кезекте ашытқы қосамыз. 1 шай қасық ашытқы, 1 шай қасық қант және тұз. Барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Салқын немесе бөлме температурасындағы су қосамыз. Су 230 мл. Барлығын біркелкі етіп араластырып, зәйтүн майын қосамыз. Зәйтүн майы 20 мл. Барлығын араластырып, қамырымызды илеп бастаймыз. Мұндағы ең басты шарт қамырды барынша ұзақ етіп илеу. Ең кемінде 8-10 минут. Қамыр қолға жабыспайтындай болуы керек. Негізінде кез келген қамыр, бешбармақ болсын, ашытылған қамыр болсын, ұзақ илеуді талап етеді. Қамырдың дайын болғанын білу үшін саусақпен бассаңыз, ол өз қалпына келуі керек. Бұл қамырдан бізде 2 пицца шығады, сондықтан қамырды теңдей етіп 2-ге бөлеміз. Қамырды тағы да жақсылап илеп, домалақ пішінге келтіреміз. Видеоның басында айтып өткен техниканың сыры не деп ойласаңыз, біз бұл рецептте ферментация процесін қолданатын боламыз. Жалпы ферментация дегеніміз ашыту, яғни брожение. Орташа көлемдегі ыдыс алып, оған зәйтүн немесе сұйық майды жақсылап жағып шығамыз. Ыдыстың ортасына да шеттеріне де жағамыз. Қамырдың бетін жақсылап ауа кірмейтіндей етіп жабамыз, және осы күйінде тоңазытқышқа 12 немесе 24 сағатқа жібереміз. Екінші бөлігімен де дәл солай жасаймыз. Пиццаға арналған топпинг жасаймыз. Әдетте көбісі кетчуп немесе томат пастасын жағады. Бірақ нағыз итальяндықтар секілді немесе пиццериядағыдай пицца жасағымыз келсе, топпингті үй жағдайында өзіміз жасаған дұрыс. Ол үшін бізге 3 қызанақ қажет. Видеода көрсетілгендей етіп пышақпен тіліп аламыз. Содан кейін үстіне қайнаған ыстық су құйып 5 минутқа қалдырамыз. Бес минут өтті, қызанақтың қабығы жұмсарып, оңай алынады. Қызанақтан соус жасайтын кезде қабығын міндетті түрде алып тастаған дұрыс. Қызанақты бірнеше бөлікке бөліп, блендердің ыдысына саламыз. Және оның көмегімен біркелкі етіп еземіз. Табамызды қыздырып, оған зәйтүн немесе сары май қосамыз. Алдымен күштен өткізілген пиязды қосамыз, және майда туралған сарымсақ қосамыз. Пияз бен сарымсақты араластырып 5 минуттай қуырамыз. Пияз сәл жұмсарғаннан кейін қызанақты қосамыз. Топпингті пицца пісіретін күні жасаймыз, бірақ міндетті түрде алдын ала жасап суытып алған дұрыс. Немесе кез келген уақытта жасап, мұздатқышта қатырып сақтауға да болады. 1 кішкентай қасық тұз, қант және орегано дәмдеу үшін қосамыз. Барлығын араластырып, шамамен жай отта 30 минуттай қуырамыз. Топпинг дайын болғанша ірімшігімізді турап аламыз. Мен моцарелла ірімшігін қолдандым. Пицца немесе запеканкалар дайындаған кезімде ірімшікті міндетті түрде дайын болуына 5-10 минут қалған кезінде қосамын. Солай ірімшік созылмалы әрі әдемі көрінеді. Және де ірімшіктердің кейбіреулері тез еріп, күйіп кетуі мүмкін. Менде қамыр тоңазытқышта 24 сағат тұрды. Ферментацияның арқасында қамыр өте әдемі көтерілген. Қамырымызды оқтаусыз кәдімгі ұнтақ жармасының көмегімен жаятын боламыз. Пергамент қағазына ұнтақ жармасын сеуіп аламыз, және осы ыдысымен төңкеріп, қамыр түскенше қойып қоямыз. Көмектеспейміз, тиіспейміз, қамыр өзі түсуі керек. Үстіне де 1 қасық ұнтақ жармасын себеміз. Ортасынан шетіне қарай баса отырып, қамырымызды жай-жай үлкете бастаймыз. Үстел үстінде жайсаңыз да болады, бірақ пергамент қағазында жайған ыңғайлырақ. Бірақ пергамент таңдаған кезде міндетті түрде ақ түстісін таңдаңыз, оған ештеңе жабыспайды. Видеода көрсетілгендей пиццаны пішінге келтіреміз. Толықтай жұқартпаймыз, шетін кішкене қалдырамыз.
Енді қамырдың бетіне біркелкі етіп топпингті жағамыз. Пиццаның бетіне талғамыңызға қарай қалағаныңызды қоссаңыз болады. Мысалы, саңырауқұлақ, зәйтүн немесе кез келген көкөністер қолдана берсеңіз болады. Мен шұжық және черри қызанағын қолдандым. Ірімшікті қоспай бірден пешке жібердім. Ең жоғары градуста 8-10 минуттай пісіреміз. Пицца көтеріліп дайын болайын деп қалған кезде ірімшігімізді қосамыз және қайтадан пешке жіберіп, ірімшіктің ерігенін күтеміз. Пиццамыз дайын, рецепт өте жеңіл. Ал бір күн күту қиын деп ойласаңыз, керісінше кешке қарай қамырын дайындап қойып, келесі күн отбасыңызды қалаған уақытыңызда пиццамен қуанта аласыз. Бірақ бұл оған тұрарлық, себебі пицца өте дәмді болып шығады. Осы рецепті үйренгелі бері пиццаны тек қана осылай жасаймын. Себебі өте ыңғайлы, кейде қамырды көбірек етіп, мұздатқышта қатырып сақтаймын. Егер сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарийға пікіріңізді жазыңыз. Каналымдағы басқа да видеоларды қарап көріңіз, талғамыңызға сай рецепті міндетті түрде таба аласыз. Және де ең бастысы тіркелуді ұмытпаңыз. Менімен болғандарыңызға рахмет.